Сенат Қазақстанның биологиялық қауіпсіздігі туралы заңдарды қабылдады. Құжат биологиялық қатерлерді ерте анықтау және олардың алдын алуға бағытталған. Өндірістен шығатын үйінділер қоршаған ортаға қауіп төндіріп тұр. Жамбылдық жұрттың жанайқайын сенатор үкіметке жеткізді. Газға бай ел көгілдір отынға неге жармай отыр? Сенаторлар аймақтарды газдандыру жұмыстарының баяу жүріп жатқанына алаңдаушылық білдірді. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Бұл Сенат сөзі, армысыздар. Осы аптада Сенат Қазақстанның биологиялық қауіпсіздігі туралы заңдарды қабылдады. Құжат биологиялық қатерлерді ерте анықтау және олардың алдын алуды көздейді. Сондай-ақ биологиялық қауіпсіздік саласындағы ғылыми және білім беру қызметін реттеуге жол ашады. Бұған дейін Қазақстанда биологиялық қауіпсіздік саласын реттейтін арнайы заң болмаған. Яғни бұл осы бағыттағы алғашқы құқықтық құжат. Сенаторлардың айтуынша, заң биологиялық қауіпсіздік саласында мемлекеттік басқарудың және патогенді биологиялық агенттердің айналымы туралы деректерді есепке алудың бірыңғай жүйесін құруға бағытталған. Сондай-ақ қоғамдық денсаулық сақтау, ветеринария, фитосанитария саласындағы мемлекеттік органдардың құзыретін белгілеуді көздейді. Қабылданған заңдар мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатымен әзірленді. Бұған дейін елімізде биологиялық қауіпсіздік саласын құқықтық реттеуге арналған арнайы заң болған жоқ. Алдағы уақытта қабылданған заңдар еліміздегі биологиялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік реттеудің құқықтық негіздерін қалыптастыруға, биологиялық қауіп қатерлерді болжауға және олардың алдын алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ осы құжаттар биологиялық қауіпсіздік саласындағы іргелі және қолданбалы ғылымды дамытуға өз үлесін қосады деп сенеміз. Тиісті мемлекеттік органдарды осы биологиялық қауіпсіздікке жауапты органдардың барлығын белгілеп, осы заңменен белгілеп отыр. Уәкілетті органды және де сол тиісті мемлекеттік органдардың атқаратын жұмыстарының барлығын айқындап отыр осы заң. Сонымен қатар алдағы уақытта болжам жасау үшін, дер кезінде ақпарат алмасу үшін негізі осы патогендік микроорганизмдерменен жұмыс жасайтын қызметкерлерді, субъекттерлерді Қазақстан бойынша барлығын бір базаға жинақтау мәселесі де осы заң аясында қарастырылып отыр. Яғни бірыңғай ақпараттық жүйе қалыптасатын болады, тиісті қаражаттар осы заң аясында қарастырылып отыр. Жамбыл облысының халқы Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің минералды тыңайтқыштар кәсіпорнының жұмысына шағымданды. Өндірістен шығатын үйінділер Тараз қаласы мен Шайқорық, Танты елді мекені тұрғындары мен қоршаған ортаға қауіп төндіріп тұр. Жергілікті жұрттың жанайқайын Сенат депутаты Бекболат Орынбеков жеткізді. Аталған зауыт амофос, суперфосфат, азықтық трикальцифосфат және күкірт қышқылын шығарады. Оны өндіру кезінде фосфогипс түзіледі. Осы өндірістік қалдық қала маңына төгіледі. Қазір оның көлемі шамадан артып кеткен. Қазір Тараз қаласындағы екі үйіндіде 14 миллион тоннадан астам фосфогипс жиналған. Атап айтқанда, Жамбыл ауданының Шайқорық ауылының іргесінде ауданы 25 гектар болатын қалдық жатыр. Бұл жерге одан әрі төгуге болмайды. Ал аумағы 28 гектар болатын екінші орынға 8 миллион 700 мың тонна қалдық сияды, бірақ ол да толуға жақын. Жел соққан кезде осы үйінділердің көтерілген шаң жақын маңдағы ауылдарға қарай ұшады. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, жаңағы фосфогипс қоршаған ортаға аса қауіпті көрінеді. Іргедегі ауыл адамдары тыныстары тарылып, өздерін нашар сезінетіндерін айтқан. Сенаторлар өндірістен шыққан қалдықты қала маңындағы үйінділерге төгуді тоқтатып, оның көлемін азайтуға қатысты тиісті шаралар қабылдауға жетті. Экология байланысты біраз мәселе көтерілді. Атап айтқанда, Тараз қаласында маңында орналасқан минерал тыңайтқыш шығаратын зауыты бар. Сол зауыттың бүгінгі таңда Тараз қаласының шекара жерінде орналасқан екі үйіндісі бар. Ол жаңа өзіміздің айтып отқан фосфогипс деген қалдықтары. Әрине, бүгінгі таңда бұл өндірістің мәселесі өте маңызды болуына байланысты, жұмысының ұлғаюына байланысты, күннен күнге жаңа жинақталған үйінділер
көбейіп жатыр. Қазфосфат жауапкершілігі тарапынан жоба дайындалған болатын. Қаланың маңынан орналасқан 20 километрде 135 гектар 19,1 миллион тоннаға дайындалған арнайы алаң бар. Оған салынатын жол бар. Бірақ бүгінгі таңда бұл жоба іске дайындалғанымен толық шешімін таппай отыр. Қазақстан елді мекендерді көгілдір отынмен қамту бойынша көш соңында қалып қойды. Осы аптада Сенатта өткен үкімет сағатында өңірлерге газ жеткізу мәселелері талқыланды. Сенатор Ерік Сұлтанов саладағы бірқатар проблемаға тоқталды. Депутаттың айтуынша, газ тасымалдау жүйесінің 75% әбден тозған. Сенаторлар аймақтарды газдандыру жұмыстарының баяу жүріп жатқанына алаңдаушылық білдірді. Мәселен, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің арасында көгілдір отынды сырттан тасымалдайтын Арменияның өзі халқының 96%-ін газбен қамтыған. Ал қазба байлықтың үстінде отырған Қазақстанда бұл көрсеткіш 57%, екі есе төмен. Депутаттар тариф саясатын реттеу қажеттігін айтты. Еліміздің кейбір аймақтарында баға 4 есе қымбат. Тұтынушыға тариф ортақ болу керек дейді сенаторлар. Депутат Ольга Перепечинаның айтуынша, Қазақстанда газ өндіру жобаларының инвестициялық тартымдылығын арттыру қажет. Ал сенатор Ерік Сұлтанов саланы басқару жүйесіне құрылымдық өзгерістер керек екенін айтты. Ресурстық базаны толықтыру мақсатында жер қойнауын пайдаланушылардың жаңа газ жобаларын іске асыру үшін қосымша ынталандыру шараларын әзірлеу ұсынылды. Ол бір өзекті мәселе болып табылады бүгінгі таңда. Қарап отырсаңыздар, біз мынау Еуразиялық экономикалық одақта ең төменде келе жатқан мемлекетпіз газдандыру мәселе бойынша. Мысалы, Армения газы жоқ ел, 96%-ға қамтыған өз елін, Белоруссия 97%, Ресей 70%, біз 57,7%-біз. Сондықтан осы мәселені бүгін солай терең нақты қарастырдық. Бүкіл бар проблемаларды бүгін талқыладық. Сонымен бірқатар ұсынымдар үкіметке жолданатын болады. Депутаттар үкіметтен аймақтарға газ тартуды тездетіп шешуді сұрады. Сондай-ақ газды қайта өңдеу көлемін ұлғайту, солтүстік өңірлер мен Шығыс Қазақстан облысына көгілдір отын жеткізуге қатысты ұсыныстарын айтты. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясымен арадағы диалогты нығайтуға мүдделі. Бұл туралы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев ұйымның парламенттік ассамблеясы төрағасының орынбасары Пия Каумамен кездесуде айтты. Тараптар Қазақстан парламенті Сенаты мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясы арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелерін талқылады. Пия Каума Қазақстан мен адам құқықтарын қорғау, демократия, заң үстемдігі сияқты түрлі бағыттар бойынша қарым-қатынасты нығайтуға ықыласты екенін білдірді. Сондай-ақ біздің елде жүзеге асырылып жатқан реформалар мен егжей-тегжейлі танысқылары келеді. Өз кезегінде Мәулен Әшімбаев парламенттік ассамблеяның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы кеңістігіндегі қауіпсіздік пен ынтымақтастыққа қатысты өзекті мәселелерді шешуге нақты мүмкіндігі бар екенін атап өтті. Бұдан бөлек тараптар Украина мен Ауғанстандағы жағдайды талқылады. Елордада епископтар конференциясы өтті. Жиынға қатысушыларға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үндеу жолдады. Президенттің үндеуін Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев оқып берді. Мемлекет басшысы тәуелсіздіктің 30 жылында Қазақстан әр алуандық арқылы бірлік қағидатына негізделген этносаралық және қоғамдық келісімнің бірегей моделін қалыптастырғанын айтты. Сондай-ақ президент Қазақстанның осындай игілікке жету үшін еліміздегі өзге дін өкілдерімен бірге жергілікті католиктер де айтарлықтай үлес қосып келе жатқан тілге тиек етті. Ал Мәулен Әшімбаев Қазақстан мен Ватикан арасындағы екі жақты қарым-қатынас алдағы уақытта да білім беру, мәдени, әлеуметтік және гуманитарлық бастамалар аясында нығая беретініне сенім білдірді. Сенат төрағасы конференцияға қатысушыларды Қазақстанда өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезіне қатысуға шақырды. Осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны тәмам. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.